Саламатсыздар ма студенттер? Сабақтың тақырыбы баскетбол. Баскетбол ойынының жалпы ережелері. Сабақтың мақсаты студенттердің дене қасиеттерін дамыту. Бір орында және қозғалыста допты әріптесіне беру техникасын үйрету. Студенттердің дене бітімін дұрыс қалыптасуын спорттық ойындарды арқылы жетілдіру. Студенттерді жолдастық, ұйымшылдыққа тәрбиелеу. Ойынның негізгі ережелері: ойын алаңы, ойын техникасының элементтері, баскетбол добы. Баскетболшының негізгі тұрысы: ойыншы алаңда бәріне дайын тұруы керек. Аяқ тізеден бүгіліп, бір аяқтың жарты қадамға алға шығып, дененің аздап алға шығыңқы тұрады. Алдында тура қара, қолыңды төменде. Бұл баскетболшының негізгі тұрысы. Допты дұрыс ұстау. Бұл тәсілдің көмегімен баскетболшы допқа ие болады. Допты ұстағанда әрқашан оған қарсы шығып, қолды ілгері еркін созу керек. Допты ұшуына ерекше назар аударып, ол саусақтарға тиген бойда оны қысып ұстау қажет. Допты беру. Допты екі қолмен кеуде тұстан беру. Допты кеуде тұсында ұстайды. Шынтақ төменде қолды алға шыртуға байланысты доп алға қарай ұшады. Осылай беру қолдың толық түзілуімен аяқталады. Допты алып жүру. Допты бір қолмен жанынан беру. Допты төменнен беру. Допты бір қолмен асыра беру. Допты бір қолмен иықтан беру. Екі қолмен жоғарыдан беру. Допты екі қолмен кеуде тұстан беру. Жоғарыдан ұшып келе жатқан допты бір қолмен қағып алу. Допты бір қолмен қағып алу. Допты екі қолмен қағып алу. Құрметті студенттер, баскетбол ойын ережесімен таныс болдыңыздар. Үйге тапсырма: баскетбол добымен жаттығулар жасау.